Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бір дайындағаннан шығатын, жыртылмайтын кестелі блинчик дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып алып, оның үстіне жарты шай қасық тұз және 2 ас қасық қант қосып, бәркелкі болғанша қантымызды ерітіп араластырамыз. Егер сізге менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қантымыз ерігеннен кейін жұмыртқалы массамыздың үстіне біздің барлық ұнымыздың тең жартысын бөліп алып, видеодағыдай етіп, осы електен өткізіп салыңыздар. Және де біздің қазір қамырымыз ешқандай да түйіршік болып қалмас үшін жақсылап тұрып, тым түйіршік қалдырмай араластырыңыздар. Қамырымыз осындай біркелкі созылмалы болып шығады. Содан кейін үстіне сүтімізді қосып, сүтпен біріктіріп араластырыңыздар. Сүтіміз бен қамыр осылай біркелкі болып араласып кетеді. Содан кейін барып, бағанағы қалған ұнымызды тағы да електен өткізіп қосыңыздар. Біркелкі етіп араластырып алуларыңыз қажет. Одан кейін қайнап тұрған жаңа қайнаған суымызды видеодағыдай етіп араластырып тұрып қосыңыздар. Сосын одан да қатты етіп осылай біркелкі болғанша араластырып алыңыздар. Және араластырып болғаннан кейін 3 ас қасық сұйық май қосып тағы да араластырыңыздар. Қамырымыз осындай қатты сұйық немесе қою болмай, біркелкі осындай керемет болуы қажет. Табамызды қыздырып алып, осылай кішкене сұйық майды қасықпен құйып жіберіп, кисточкамен жағып шығыңыздар. Одан кейін қамырымызды видеодағыдай етіп табамызға құйып шығамыз. Басында қатты отта қыздырғаннан кейін жай отқа қоюды ұмытпаңыздар. Шет осылай қатып бастаған кезде шпажканың көмегімен осылай ашып шығыңыздар. Сосын блинымызды осылай аударыңыздар. Блинчигіміз піскеннен кейін үстіне сары май жағып отырыңыздар. Сонымен біздің блинчигіміз дайын, өте дәмді, сливочный дәммен күшті болып шығады. Егер сізде блины жасағанда дұрыс шықпай, не болмаса жыртылып қалып жүрсе, осы рецептпен қайталап көрсеңіз міндетті түрде дайын болады. Мен бұл рецепттен видеода көрсетіп тұрғандарыңыздай жасағанымда осындай жұмсақ, ешқандай да жыртылмай керемет болып шықты. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.